Сәлем достар, бүгінгі видеода сіздермен осындай крафт бумагамен обертка для шоколада жасайтын боламыз. Өте оңай жасалу жолы қазір сіздерге көрсететін болам. Және де материалды қай жерден алдым, қалай алдым, бағасы қанша, мини-влогты көрсеңіз болады. Мне мен канцелярский магазиннан осындай алдым. Это, похоже, крафт бумага. Ну, не крафт бумага, но қалыңдау крафт бумагадан қарағанда. Вот такая. Үлкен еще. 300 теңге тұрды, 1 метр. Но ішінде көп сияқты, не знаю. Үйге барған соң көрем. И вот мынандай алдым. Разноцветный алдым. Потому что каналға суретке түсірем ғой. Есть еще жаңағы қазір фотода көрсетем сіздерге. Ол жерде 1 тонна. Ішінде 100 штук. 1200 теңге тұрды. Міне осындай крафт бумагалар канцелярский магазиннан алсаңыздар болады. Специальный канцелярский магазинда. Мен осындай 1 метрін алдым. 1 метрі 300 теңге болды. Міне видео түсіруге осындай разноцветный қағаздар алдым. Мен сразу 5 түсін бірдей алған болатынмын. Бір упаковканың ішінде. Және де отдельно сондай түстер бар. Мысалы фиолетовый, березовый, көк, розовый. Міне осындай 1 тонна түстері де болды. Ішінде 100 штук. И қағаздың граммы 80 грамм, как раз подойдет оберткаға для шоколада. Мен сол ойлап тапқаным осындай қағаздардан, почему же не сделать обертка для шоколада принтерсыз. Примерно заттарды қалай алып жатырмын, сол жайында видеоны түсірген болатынмын, және алда сол видеоларды сіздер көре аласыздар. Тағы бір магазинға барам. И ол жерден жаңағы украшение сияқты заттар алу керек. Барлығы әртүрлі магазинда сатады ғой. Вот сейчас бар жатырмын. Үйдің қасында бәрі. Украшенияларды қайдан аласыз дегенде, жай 500, 100 мелочей деген магазинчиктер бар. Сол жерден алса болады. Вон иду 500 мелочей деген магазинға. Наверное, найду классное что-нибудь. Вот еще осындай. Мен керек болады. 300 тенге 10 метров дейді. Вот такие нужны нам еще. Осындай именно тоқылған әдемі көрінеді. Тут разные есть. Бұның барлығы менің каналыма салу үшін. Вот. Классные, там разные есть. Вот еще вот такие есть. Вот. Почти. Ну, қайсыны алатын білмейатырмын. Мынандай ма или мынандай ма? На ворсовой, а это обычная бумага. Енді видеоға любой шоколад алсаңыз болады. Альпенгольд, Қазақстан, Яшкино, без разницы, өзіңіз. Все, мен заттарымды алдым. Теперь иду. Вот. Мен мини-влогымды көрген боларсыздар. Лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Міне мен қағазымды уже кесіп қойдым. 25-25 сантиметр қылдым. Крафт бумаганың метрі 1 метр болды. Өте үлкен болды. Примерно сол 1 метрден бізде 10 штук обертка для шоколада шығады деп ойлаймын. Міне 25-25 сантиметр былай кесіп алдым. Ұзындығын 25 емес, 20 сантиметр қылса да болушы еді. Или 25 сантиметр. Қазір мен видеода сіздерге толық анық көрсететін боламын. Міне шоколадкамызды тура ортасына қойдық. Не обязательно Қазақстан, Яшкино, любой шоколад алсаңыз болады. Любой шоколадты оберткаға орасаңыз болады. Міне мынау шетін көріп тұр, сол шетін мына жаққа қарай қазір жабатын боламыз. Міне төбесін жағын былай жаптым. Енді астына қарай тағы да былай жауып аласыз. Содан кейін шеттерін былай майыстырасыз. Конвертик ретінде жабамыз ғой. Осылай майыстырасыз. Вот. Дәл солай екінші шетін былай майыстырасыз. Дәл солай жаңағы бірінші жағын қалай жасадық, екінші жағын дәл солай жасайсыз. Міне шаблонымызды осылай қойып қойдым. 4 жерін майыстырып шықтық. Енді қазір двухсторонний скотч аламыз. Осындай двухсторонний скотчтың бағасы примерно 80 теңге тұрады. Мен 80 теңгеге алған болатынмын. Осы шоколадқа жабыстырамыз. И мынау шетін жай ғана былай түсіре саласыз. Көрдіңіз бе, уже конвертик ретінде уже құсап тұр конвертке.
Енді двухсторонний скотчты төбесіне жабыстыратын боламыз. Былай, қазір көрсетемін, былай жабыстырасыз. Белый слойын алып тастайсыз, липкий слой қалды, клеймен де жабыстырса. Міне біздің конвертигіміз дайын, өте әдемі болып шықты деп ойлаймын. Енді қазір мен сіздерге важный момент ленточканы байлауды көрсететін боламын. Ол үшін бізге бірінші осындай шаблонды алып аламыз. Бұндай шаблон әртүрлі емес, бір парақта целый болып келеді. Просто мен каналға түсіретін болғандықтан мен қағазды құртпай, бәрін осылай бірталдап шығарып алған болатынмын. Осы видеодағы шаблон, бұл менің каналымдағы шаблондар. Толық ақпаратты осы видеоның астында комментарийдан біле аласыз. Қазір мен шаблонымды кесіп алып, круг ретінде қиып алатын боламын. Міне мен шаблонымда қиып болдым. Енді оны қазір дыроколмен өткізетін боламыз. Дыроколдың примерно сразу бағасын айтып кетейін, 400-500 теңгедей тұрады. Дырокол осындай тесік істеп береді. Енді ленточкамызды осылай қоямыз. Алдыңғы қарасаңыздар видеоны басынан, то білесіздер ленточканы қайдан алдық, қанша теңгеге алдық. Міне ленточкамызды былай қойдым. Астынан бір рет былай байлаймын. Пока что кеспеймін. Төбесінен сол ленточканы былай өткіземін. Вот. И айналдырып, қайттан бір рет айналдырамын да, қиятын боламын. Мына шетін. Міне қиғаннан кейін, жаңа қалдыр қойдық қой кішкене ленточканы. Соны мынаның арасынан өткіземін. Міне. Жаңағы екі жіпті былай тартқан кезде уже шаблоныңыз міне қысылып тұрады. Міне. Енді соның ішіне өзіміздің биркамызды кигіземіз и жай бантик ретінде байлай саласыз. Осылай қазір байлаймыз, артық жерін қайшымен кесе саласыз. Міне біздің уже бомбонеркамыз дайын, шоколад, өте әдемі, принтерсіз, тек қана бирка ғана принтер арқылы шығады. Бір А4-да сізде 19 бирка болады, значит 19 бомбонеркаға арналған. Тек қана бір А4-да. Міне осындай әдемі бомбонеркалар жасағыңыз келсе, менің каналыма подписация етуді ұмытпаңыздар, өйткені алда әлі көптеген видеолар шығады. Және де біздің Instagram парақшаға да подписация етуді ұмытпаңыздар, өйткені ол жерде біздің каналымыздың обзорын көре аласыз. Бүгінгі видеода сіздерге крафт бумага жайлы, обертка жайлы болатын, келесі видеода цветной түрін үйрететін боламын.